Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге тез әрі жылдам дайындалатын кешкі немесе түскі асқа тездетіп дайындайтын ас мәзірін жасап көрсетемін. Алдымен тапаға майымызды құйып, қыздырып, тауық етін турап, тазалап жуып, тапамызға салып, үстіне тұз сеуіп қуырып аламыз. Содан кейін үстіне бір ас қасық томат қосып, араластырып, қызартып қуырамыз. Үстіне кішкене су құйып, тағы да бұқтырып қуырамыз. Еттің дәмін келтіру үшін 2 түйір сарымсақты майдалап турап үстіне салдым. Одан кейін үстіне паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыштан қосып, дәмін келтірдім. Жақсылап араластырып, үстіне су құйып, кішкене сорпалы қылып қуырып алдым. Енді осылайша жақсылап қайнап, осы сумен қайнап пісіп шығады. Одан кейін тапамызға сары майды қосып, қыздырып, үстіне алдын ала жуып тұрған күрішті қызған майдың үстіне саламын. Үстіне тұз қосып, жақсылап алдын ала қуырып аламын. Күріш бойына майды сіңіріп болған соң, үстіне 1 стакан ыстық су құйып, сол сумен буынап, жай отта пісіріп аламын. Суды құйған соң, баяу отта судың буы мен күріш әдемі піседі. Осылай астын үстіне қаратып, аударып, араластырып, жақсылап буға пісіріп аламыз.
Мінекей осылайша әдемілеп отбасыма ұсындым. Оларға өте ұнады. Тез әрі жылдам дайындалады және қолжетімді заттардан. Сіздер де жасап көріңіздер.